Annyeonghaseyo 여러분, Каилимида, сәлем достар, Кимчи ТВ қайта оралды. Видеоның тақырыбын көргендей, бүгінгі тақырыпта 2022 жылдың ең үздік дорамалары жайында болады. Әр дораманы рейтингі бойынша 30-дан 1-ге дейінгі аралықта айтамын. Соңғы үздік 3 дораманы білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыздар. Жалпы 2022 жыл Корея үшін қайғысы да, қуанышы да бар жыл болды. Яғни Хэллоуинда болған оқиға және футболдан болған әлем чемпионаты кезіндегі Кореяның үздік өнер көрсетуі. Ал дорамалар тізіміне келетін болсақ, комедия, фэнтези жанры азайып, көбіне өмірдегі шынайы оқиғалар негізіндегі триллер, драмалар көбейген. Алдағы уақытта шығатын әртүрлі тақырыптағы видеоларды жіберіп алмас үшін тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше көп сөзбай тізімге көшейік, кеттік. Зонтик королевы, серия 16, жанры тарихи драма, комедия. Басты рөлде Ким Хэ Су. Чосон дәуірінде таққа талас аянышсыз қантөгіспен өткені белгілі. Ал патшайымдар міндетті түрде өзін жоғары және әрдайым атына лайықты ұстауы керек болған. Фарион патшайымның тынымсыз ханзадалары бар, және ол ұлдарын тәрбие мен білім алу арқылы өзі қалағандай етіп өсіргісі келеді. Ал оған қарсы тұратын қатал енесі бар. Тарихи дораманы сүйіп көретіндерге кеңес. Әр сезонның рейтингісі жоғары болған бұл дорамада 16 серия, жанры отбасылық романтика драма. Бұл оқиға жасы 30, 40 және 50 жастағы 3 әйелдің өмірі жайында болады. Дорамада ешкім ойлап көрмеген қиындықтар мен ерлі-зайыптылардың арасындағы проблемалар баяндалады. Корейліктердің өзінде жоғары рейтингте тұрған бұл дораманың жақында тіпті 4-ші сезонында шығады. Моя жизнь снова, серия 16, жанры детектив, драма, политика тақырыптары баяндалатын бұл дорамада басты рөлде Ли Джун Ки ойнайды. Ал сердца Корео, цветок зла дорамаларының танылған актер. Қиын еңбекпен оқуға түсіп, юридический университетті аяқтаған Ким Хэ Су заң алдында прокурор болып істеп жатыр. Коррупция тақырыбын зерттеп жүрген кезде Хэ Суды белгісіз жандар өлтіреді. Бірақ ол таңғажайып жағдайдан кейін инцидент болған жерде 15 жыл бұрын қайта тіріледі. Золотая ложка, серия 16, жанры психология, отбасылық фантастика. Ли Син Чон өте кедей, жағдайы нашар отбасында өмір сүретін жоғары сынып оқушысы. Жоқшылықтан шаршаған ол бір кемпірді жолықтырып, алтын қасық сатып алады. Кәрі әженің айтуынша ол қасық сиқырлы және айтқанын орындайды. Ол үшін сен сол қасықпен өзіңнің ауысқың келетін досының үйінде тамақтануың керек, және сол кезде сендердің ата-аналарың ауысады деп алуға көндіреді. Кедейлікте өмір сүргісі келмеген Син Чон бай досының үйінде сол қасықпен 3 рет тамақтанады. Сол сәттен бастап оның өмірі күрт өзгереді. Образцовый детектив 2, серия 16, жанры боевик, триллер, драма. Детектив Джи Хёк Каннамда клубтардың бірінде болған бұзақылардың аяусыз қылмысын зерттейді. Бірнеше қыздардың өліміне қатысы барын сезген До Чану мен Джи Хёк бұл жолы да қиын әрі қауіпті істі жүргізеді. Бай дәулетті адамдардың әділетсіз қылмыстарын жою үшін екі детектив әділеттілікке жету үшін барын салады. Дораманың отзывтарын, көрермендердің пікірлерін көрсеңіздер, 2-ші сезонында міндетті түрде көретін боласыздар. Адвокат за 1000 вон, серия 16, жанры комедия, драма. Чон Джи Хун өзінің қызметтеріне небәрі 1000 вон алатын ерекше адвокат. Оған қарамастан ол өте танымал және қымбат адвокаттар мен олардың сатып алған бай клиенттеріне қарсы шығып, әділеттілік үшін күресетін Чон Джи Хун заңсыз әрекеттерді істейтін адамдарға қарсы шығады және өзінің әрбір әрекетін дұрыс деп санайды. Тіпті оған өзіне сенімді прокурор көмекшісі Пэк Мари қарсы шыға алмайды. Полицейский участок рядом с пожарной частью, серия 12, жанры драма, детектив. Өрт сөндіру қызметінің жанында полицей участогында орналасқан, және қала ішінде апат болған жағдайда екі бөлімшенің қызметкерлері бір-бірімен жолығып, драмада полицей бөлімшесінің атынан Чин Хоге шығады. Ол адамдармен көп сөйлей бермейтін, қатал, бірақ өз ісінің маманы. Ал өрт сөндіру бөлімінің атынан Пак До Джин өрт сөндіру қызметкері, сырттай суық болып көрінгенімен жәбірленушілерге қамқор қызметкер, және нәзік жүректі фельдшер қызметкері Сон Соль жайында айтылады. Керемет үштік барлық қиын тапсырмаларды бірге оңай жеңеді. Тағы басқа қандай қызықтар болатынын дораманы көріп білесіздер. Слепой, серия 16, жанры детектив, триллер. Ри Сон Джун Ақшушан батыл және айтқанынан қайтпайтын детектив.
Ол бай дәулетті отбасында өссе де, қалада болып жатқан заңсыз әрекеттерді және жауапсыз қалған адам өлімдерін шешіп, әділдікке қол жеткізді. Оның туған ағасы Ри Сонг Хун сот төрағасы болып жұмыс жасайды. Ол өте ақылды және жұмысына барынша әділ перфекционист. Чо Инги өте мейірімді, адал әлеуметтік қызметкер және тұрмысы нашар балдарға көмектесіп тұратын мейірімді қыз. Прогноз погоды и любви. Серия 16, жанры мелодрама, романтика, драма. Драма метеорологтар қызметкерлері арасындағы махаббат жайында айтылады. Джин Хайгён өте ақылды, әдемі, барлығын инструкциямен жасайды. Ал Ли Шыну өте талантты және сымбатты жас репортер, және Хайгён өзінің бұрынғы сәтсіз аяқталған махаббат оқиғасынан кейін Шынудың келуімен қайта ғашық болып қалады. Екі ғашықтың махаббат хикаясы қалай өрбіп, немен аяқталатынын жеңіл әрі қызықты романтикалық драмадан біле аламыз. Падающая звезда. Серия 16, жанры драма, комедия, мелодрама. Басты рөлдегі О Ханбил ойын-сауық іс-шара өткізетін агентствоның қызметкері. Ол танымал жұлдыздардың атына желіде шыққан мақалаларды уақытылы өшіріп, үнемі фанаттарымен ара-қатынасын сақтап қалу үшін бәрін тазалап жүреді. Жұмысы қызық болғанымен өзінің жеке өміріне мүлдем уақыты жоқ. Бірақ оның қарсылас жауы бар. Ол Гон Тэ Сон, сымбатты әрі атыкірленбеген танымал актер. Екеуі бірақ үнемі ұрсады. Бірақ осы ұрыстан басқа қандай сезім жатқанын екеуі кейін түсінетін болады. Скандал Ева. Серия 16, жанры драма, мелодрама. Лера Эйл кішкентай болған кезде оның көз алдында әкесі қайтыс болған. Әкесін оның қарсылас жаулары компаниясын алып қою мақсатында қинап өлтірген. Адвокат СОМП арқылы Раэль шетелге қашып кетеді. 13 жылдан кейін Раэль еліне кек алу үшін қайта оралады. Әділдік орнату үшін оны ештеңе тоқтата алмайды. Жауларының өмірін астан-кестенін шығарып бұзу үшін ол қарсыласының қызының күйеуіне өзін қаратып, еш аяусыз өмірлерінің қирап жатқанын бәрін сырттан бақылап отырады. Любовь по контракту. Серия 16, жанры мелодрама, романтика, бизнес. Чуэ Саян өте тартымды, ақылды қыз, бірақ ол ерекше өмір сүреді. Ол жалғыз басты ер адамдардың әйелі ретінде уақытша рөл ойнайды. Саян өзінің клиенттеріне әртүрлі жиналыстарда, официалды кештерде және басқа да жиындарда әйелі ретінде өзін таныстыру керек. Ал өзі шын өмірде ер адамдармен жақын араласпайды және тұрмысқа да шыққысы келмейді. Чон Джи Хо көп сөйлемейтін жұмбақ клиент. Саян екеуі дүйсенбі, сәрсенбі және жұма күндері жолығады деп шешкен болатын. Ал сымбатты актер Кон Хэ Джин мен Саян сейсенбі, бейсенбі және сенбі күндері жолығатын жаңа контрактқа тұрған болатын. Чуэ Саян өзінің лик клиентіне бауыр басып, махаббат үштігіне тап болғанын түсінеді. Месть от третьего лица. Серия 12, жанры драма, триллер. Басты рөлдегі мектеп оқушысы Ок Чан Мидің егіз ағасы қайтыс болды деген хабар келеді. Чан Ми бірақ оған сенгісі келмейді. Себебі ол ағасының дәл сол күні видео арқылы хабарласып сөйлескенін айтады. Қыздың сөзіне ешкім сенбейді, себебі қылмыс орын алған жерде ұялы телефон табылмаған. Джи Сухон деген мектептегі әлсіз балдарды қорғап жүретін баламен танысып, екеуі шындыққа қол жеткізгісі келеді. Пачинка. Серия 8, жанры тарихи драма. Оқиға желісі 1930 жылы жас Ким Сунджа деген кедей қыз жайында болады. Сунджа Жапония басшылық еткен кездегі кішігірім Корей ауылында туылып өскен. Ол Ко Хансу деген жас кәсіпкермен жолығып оған ғашық болады. Өз тағдырымды кездестірдім деп ойлаған Сунджа екі қабат екенін біледі, бірақ екеуінің махаббаты жауапсыз екендігін түсінеді. Себебі Хансу үйленген және Жапонияда әйелі және екі баласы бар екендігін және екеуінің арасында болған жайт тек уақытша болғанын түсінеді. Завтра. Серия 16, жанры боевик, драма, мистика. Қазіргі таңда көп адамдар ерте келесі өмірге өзіне қол жұмсап кеткісі келеді. Сол себепті аспанда өзіне қол жұмсауды алдын алатын Завтра деген бөлімше ашылады. Өлім мен өмірдің арасында тұрып қалған Чуэ Чанның осы бөлімшеге қосылуына тура келеді. Мы все мертвы. Серия 12, жанры драма, ужасы, фантастика. Оқиға желісі бүкіл Кореяға тез тарап жатқан зомби апокалипсисі жайында болады. Жоғары сынып оқушысының мектеп лабораториясындағы егеу құйрық тістеп алады және артынан басқаларды да белгісіз ауру жұқтырады. Почему О Судже? Серия 16, жанры драма, мелодрама. Жас әрі амбициозды О Судже юридический компанияда адвокат болып істейді. Юридический мектепті аяқтап келген Судже жаңа жұмыс орнында үлкен нәтижелер көрсетеді. Бірақ оның өз мақсатына жету жолы мүлдем басқаша. Оны жұмыс орнынан босатып университетке юридический факультетке профессор етіп жібереді. Дәл осы жерде Судже өзінің өткен өмірін көріп еске түсіреді. Звуки волшебства. Серия 6, жанры драма, музыка, фантастика. Оқиға жоғары сынып оқушысы Юн Аи жайында баяндалады. Бір сәтте қыздың өмірі қирағанда қиын кезеңге тап болады. Әкесі үлкен қарыздарын қалдырып тастап кетеді, анасы болса кішкентай кезінде кетіп қалған.
Сбадрись серия 16 жанры комедия, мелодрама, мистика. До Хей Юнхи университетінің студенті. Ол өте ашық және епті қыз, бірақ отбасындағы финанстық қиындықтары үшін қосымша оқып жүріп жұмыс істеуіне тура келеді. Сол үшін қолдау группасына қосылады. Дәл осы жерде ол жастық шақтың қызықты сәттерін көреді. Тая қолдау группасындағы черлидинг командасын үнемі қиындыққа ұшырайды. Кейде команда жеңіліп қалады, кейде киіну бөлмесі өртеніп кетеді. Не себепті үнемі олай болатынын бір себебі бар. Ол не және не үшін олай болатынын жастарға арналған дорамадан көре аламыз. Запрет на брак в Чосоне серия 12 жанры тарихи драма, комедия, мелодрама. Көп жылдар бұрын Чосон патшасы Лихонның әйелі мерт болады. Содан бері ол ешбір әйел жайлы білгісі келмейді. Бірақ патшалық отбасы мүшелері Лихонды қайта үйлендірмек болады. Сол себепті де елде патша үйленбегенше басқа жандарға үйленуге тыйым салынады деген заң шығады. Бірақ патшаның өміріне Йосоран деген алаяқ қыз келеді. Призрачный доктор серия 16 жанры комедия, фантастика. Чайынмен өте талантты дәрігер, кардиолог маманы болып жүріп, қаншама адамдардың өмірін аман алып қалды. Бір сәтте ол апатқа түсіп, өзінің жұмысында қызметкердің денесіне түсуге мәжбүр болады. Драма өте жоғары рейтингке болған, көруге кеңес. 25-21 серия 16 жанры драма, мелодрама. Жас қыз Ким Мин Ченнің отбасында барлық әйелдер дәулетті. Әжесі танымал тележүргізуші, анасы талантты семсерлесуші, яғни фехтовальщица болған. Мин Чен балерина болу арманын тастап өмірдегі өз орнын табуға әжесіне кетіп қалады. Әжесінің үйінде анасы тұрған бөлмеде оның күнделігін тауып алады. Күнделікте анасының танымал болғанға дейінгі қиындықтарының барлық баяндалады. Наш плюс серия 20 жанры драма, мелодрама. Дорамада басты рөлдегі бірнеше кейіпкердің қарым-қатынасы жайында айтылады. Олардың барлығы керемет, табиғаты әдемі Чеджу аралында тұрады. Біреуі сол аралда жастайынан тұрып келе жатса, екінші біреуі бірнеше жылдан кейін қайта оралады. Дорама алдын шыққан Приморская деревня Ча-Ча-Ча дорамасына өте ұқсас әрі қызықты. Алхимия душ 2 серия 10 жанры тарихи драма, мелодрама, фэнтези. Дораманың бірінші сезонын көрмеген болсаңыздар, алдымен бірінші сезонын көріп шығыңыздар. Сюжеті өте қызық әрі жалықтырмайды. Екінші сезонында алдыңғы сезонның жалғасы жаңа оқиғалармен баяндалады, яғни Дохе әлемінде үнемі сиқыр мен ерекше жайттар орын алатын болады. Необычный адвокат Юну серия 16 жанры драма. Басты рөлдегі Юну жоғары интеллектке ие, есте сақтауы жақсы және Сеул ұлттық университетін үздік аяқтаған қыз. Осы жақсы жақтарынан бөлек Юну Аспергер синдромымен ауырады, яғни адамдармен жақсы тіл табысып араласа алмайды. Юрист саласында профессионал болу мақсатында Юну клиенттермен жақсы жұмыс істеу үшін адамдармен жақсы араласуды үйренгісі келеді. Арман мақсаттары бар қызға көмектесу мақсатында оған Ли Джун Хо деген юрист қызметтерін көрсететін фирманың қызметкері көмектесетін болады. Маленькие женщины серия 9 жанры триллер, драма, боевик. Оқиға желісі кедей отбасында өмір сүретін 3 әпкелі сіңлілер жайында болады. Олар үлкен дауға тап болып, елдегі ең бақуат бай отбасына қарсы шығуына тура келеді. Үйдегі үлкен әпкесі Ойынчу басқа адамдар сияқты қарапайым өмір сүруді армандайды. Ал ортаңғы әпкесі Ойынгён журналист болып жұмыс жасайды. Ал үйдің ең кішісі Ойынхэ жақсы өмір сүру үшін әпкелері барын жасайды. Ол сурет салуды армандайтын болғандықтан, сол талантының арқасында көркем өнер мектебіне оқуға өзі түседі. Балтун серия 16 жанры детектив, драма, триллер. Пак Чон Хо юрист мамандығымен ештеңеге жете алмады. Керісінше қарызға батып барлық жағынан түсіп жатыр. Оның бір ерекше қасиеті ұзақ әрі әдемі сөйлеу, ал әйелі Го Ми Хо медбике болып жұмыс жасайды. Чан Хо қылмыстық топқа ілініп, оны басқа қылмыстық топтағы большая мышь деген адам деп оған іздеу салады. Енді Чан Хо үлкен топтағы адамдармен күресуіне тура келеді. Младший сын Семи Чуболи серия 16 жанры драма, мелодрама, фантастика. Йон Хёну бірнеше жыл бойы Суньян группта жұмыс істейді. Ол басшылығының барлық тапсырмаларын ешқандай сұрақ қоймай орындайтын. Сол себепті де қанша жыл бойы жұмыс істеп келе жатыр. Бірақ бір күні оның басшылығы оны сатқанын көріп естіп қалады және оны артынан өлтірмек болады. Оның өлімінен кейін ерекше жайт орын алып, Хёнудың денесі сол үйдің кіші баласына енеді. Слава 1-2 серия 8 жанры драма, мелодрама. Басты рөлдегі Му Доун жоғары сыныпта оқыған кезде оның үстінен сыныптастары мазақ етіп күлетін, тіпті оған қол көтеріп бірнеше рет денесін күйдірген кездері де болған. Сыныптастарының қатты қысым көрген Доның мектепті тастап кетуіне арада бірнеше жыл өткеннен кейін Доның кек алу мақсатында оған қысым көрсеткен жандардың өмірін түбегейлі өзгертіп, әділдікке қол жеткізіп кек алмақ болады. Деловое предложение серия 12 жанры комедия, мелодрама. Құрбысының сұрауымен Шинхари танымайтын адаммен кездесуге барады. Бірақ кездесудің соңы ол ойлағаны аяқталатынын білмеді. Және Шинхари өзін құрбысының атымен таныстырған болатын. Ал оған ұсыныс білдірген жігіт жас, сымбатты әрі бай бизнесмен. Және ол Шинхари істейтін компанияның директоры. YouTube-тың әзірге уақыт жағынан қойған шектеулеріне байланысты тез сөйлеуіме тура келді.
бірақ түсінікті болды деген ойдамын. Достар, ал сізге қай драма ұнады? Немесе айтылған тізім бойынша қайсы драманы көріп үлгердіңіздер? Және көрген драмалар бойынша өз ойларыңызды комментарийге қалдырып өтіңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше, аньон!